Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін мен сіздермен Айгүл Қалиқызы өте оңай әрі тез жасалатын закуска жасаймыз. Әсіресе таңғы асқа жасап жегенге өте жақсы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. 3 жұмыртқамызды жарып аламыз да, үстіне шым-шым тұзымызды салып, әрі 150 мл сүтімізді құйып, жақсылап бір араластырып аламыз. Міндетті түрде електен өткізіп алған 4-5 ас қасық ұнымызды саламыз да, жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте қалауларыңыз бойынша 4 немесе 5 сосискиді видеода көріп тұрғандарыңыздай кесіп аласыздар. Кесіп дайындап алған сосискиімізді әрі теркіден өткізген 150 грамм сырымызды салып жақсылап араластырамыз. Арнайы осындай кекске арналған формаға салып пісіретін боламын. Ішін жақсылап майлап алған соң, дайындап алған сұйықтығымызды құйып толтыратын боламыз. Достар, мен бүгін сіздерге осындай закусканы 2 түрлі кекске арналған формаға пісіріп көрсететін боламын. Алдын ала 180 градуста ысып тұрған пешімізге 10-15 минуттай шамамен пісіріп аламыз. Міне осындай закускаларымыз әп-сәтте дайын. Өте тойымды, өте дәмді. Осындай закускаларды әсіресе таңғы асқа жасап жеулеріңізге кеңес берем. Енді екінші кекске арналған силиконовый формаға жасап көрсететін боламын. Тура сол сияқты жасап пісіретін боламыз. Тағы да алдын ала 180 градуста ысып тұрған пешімізге шамамен 15 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің екінші порция закускаларымыз дайын. Осылай көп уақыттарыңызды алмайтын, тез дайын болатын тіске басарлар дайындап көрсеңіздер болады. Достар, менің каналымда басқа да түрлі дәмді рецептер бар. Өздеріңіздің қоржындарыңызға сақтап алып, немесе басқа да достарыңызбен менің рецептеріммен бөліссеңіздер, өте қуанышты боламын. Бүгінгі көрсеткен видео рецептім сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса видеома лайк басып, комментарияға пікір жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгүл Қалиқызы. Келесі жаңа видеомда кездескенше сау саламатта болыңыздар.